Видео асқазан анатомиясына арналады. Асқазан немесе қарын, латынша атауы ventriculus немесе грекше атауы гастер. Өңеш пен 12 елі ішектің арасында жатқан ас қорыту жүйесінің ең ірі қуысты мүшесі болып табылады. Асқазанда өңештен келген тамақ әрі қарай химиялық ферменттік ыдырауға түсіп, жіңішке ішекке сіңірілуге кететін болады. Асқазанның топографиясына келетін болсақ, топографиялық орналасуына қарай асқазанды біз 4 бөлікке бөліп қарастырамыз. Оның өңештен асқазанға ауысатын жерін кардиальды бөлігі, парс кардиака. Кардиальды бөлігінің сол жағында дөңесте орналасатын асқазанның күмбез бөлігі, форникс ventriculi. Асқазанның денесі, корпус ventriculi. Және осы денесінен төмен және де оң жаққа қарай бағытталатын жіңішкелеу келген қақпалық бөлігі парс пилориканы ажыратамыз. Жалпы асқазанның голотопиясына келетін болсақ, ол құрсақ қуысында орналасқан мүше болып табылады. Скелетопиясы. Аталған 4 бөлікке сәйкес әрқайсының жеке скелетопиясын келтіруіміз керек. Асқазан құрсақ үсті аймағында негізінен 6-да 5 бөлігі көріп жатқандарыңыздай дененің орталық сызығынан сол жақта орналасады. Асқазанның кардиальды тесігі, яғни мына жерде болатын остеум кардиакум, омыртқа бағанасының сол жағында орналасады. Және осы маңнан 7-ші қабырға өтетін болады. Сол 7-ші қабырғаның шеміршегінің артында осы асқазанның кардиальды тесігі болады. Сонымен қатар ол төстің бүйір қапталынан 2,5-3 см қашықтықта орналасады. Келесі асқазанның күмбезді бөлігі, форникс ventriculi. Жаңағы кардиальды бөлігі 7-ші қабырғаның шеміршегінің артында деп айтатын болсақ, ал күмбезді бөлігі одан жоғарырақ 5-ші қабырға аралықта ортаңғы емшектік сызық линия мамиллярис медиуста орналасатын болады. Асқазанның пилорикалық бөліміне келетін болсақ, пилорикалық бөлімі 12-ші кеуде омыртқасы мен шамамен 1-ші бел омыртқаның аралығында орналасады. Ал енді асқазанның синтопиясына келетін болсақ, асқазан алдыңғы бетімен бауырдың сол үлесімен жауылып жатады. Мына жерде мынау бауыр кесіндісі, яғни сол бөлігін кесіп тастаған. Осы сол бөлігінде бауыр жататын болады. Және сол көкеттің күмбезімен шектеседі. Мына жоғары жағында бізде мынау көкет бұлшықетінің күмбезі болып табылады. Ал артқы беті сол бүйректің, асқазанның артқы бетінде сол бүйректің жоғары ұшы және де бүйрек үсті безімен шектеседі. Мынау алдыңғы бетінен көрсетілген көрініс. Сонымен қатар ол бүйір жағынан және артқы жағынан көк бауырмен шектеседі. Мынау көк бауыр, бүйрек деп шатастырып қалмаңыздар. Және ұйқы бездің алдыңғы бөлігімен шектеседі. Мынау ұйқы безі, асқазанның артында жатыр көріп тұрғандарымыздай. Асқазанның үлкен иінінің төменгі бөлігінде, мынау үлкен иіні, осы бөлігінде ол үлкен шарбымен және осы маңда тоқішектің көлденең жиек ішегі жатады. Осы көлденең жиек ішекпен жабылады. Бұл асқазанның жалпы топографиясы. Енді асқазанның құрылысына келейік. Асқазан алға және жоғары қарай бағытталатын алдыңғы қабырғасы болады. Мынау алдыңғы қабырғасы, парис антериор.
және де артқы қабырғасы болады. Артқы қабырғасы енді осы алдыңғы қабырғаның яғни артында болады. Логично. Парис постериор. Енді осы алдыңғы және артқы қабырғалардың өзара шектескен жерінде екі иінді ажыратамыз. Асқазанның кіші иіні оң жағынан жабылады. Курватура ventriculi minoris. Және де үлкендеу болып келетін, яғни ұзыншалау келген курватура ventriculi majoris. Асқазанның үлкен иіні. Пилорикалық бөліктің жалпы құрылысына келетін болсақ, яғни асқазанның өзінің аяқталу кезінде мынау пилорикалық бөлімі. Осы пилорикалық бөлікте өзекке жалғасады дейді. Каналис пилорикус деп аталады мына өзек. Осы каналис пилорикус мына 12 елі ішекпен өзара байланысатын жерінде дөңгелек қақпаны түсетін болады. Осы дөңгелек қақпаны пилорус деп атайды. Ол осы қақпа асқазан мен 12 елі ішектің арасындағы шартты шекара болып табылады. Асқазанның сыртқы пішіні негізінен адамның дене бітіміне, ішкен тамақтың мөлшеріне байланысты әртүрлі болып келеді. Шамамен ересек адамда ұзындығы 24-26 сантиметр, ені 10-12 сантиметр, ал алдыңғы қабырғасы мен артқы қабырғасының арасы 18-20 сантиметрге тең екен. Енді асқазан қабырғаларының құрылысына келетін болсақ. Асқазан қабырғалары негізінен шырышты, шырышасты, бұлшық етті және дәнекер тінді, немесе оны сірлі қабық деп атаймыз. Осындай қабықтардан тұрады. Осының ішінде бірінші шырышты қабаты, мінекей гистологиялық препараттағы гематоксилин эозин бояумен боялған препараттан шырышты қабығын көрсеңіздер болады. Туника мукоза. Шырышты қабатының ішкі беті негізінен ақшыл қызыл түсті екенін көруге болады. Қуысқа қараған беті бір қабатты цилиндрлі эпителиймен қоршалған. Мінекей мынау бізде бір қабатты цилиндрлі эпителий жасушалары. Асқазанның бұл қабығының қалыңдығы шамамен 0,5-2,5 сантиметрдей тең болады екен. Осы шырышты қабықшаның астында лямина мускулярис мукоза, яғни бұлшық етті табақшасы болады. Міне мынау сызық, бұл бұлшық етті табақша. Осы бұлшық етті табақшалардың дамуына, яғни жақсы дамуының әсерінен асқазанның ішкі бетінде қатпарлар түзіледі. Мінекей, мына фотодан көрсеңіздер болады. Осындай қатпарлар түзеді. Плика гастрика деп атаймыз. Асқазанның шырышты қабатында орналасқан осы қатпарлар барлық бөлікте біркелкі болып орналаспайды. Сонымен қатар осы асқазан қатпарлары жалпы 12 елішекке өтер жерінде вальвуля пилорика деп аталатын шырышты жапқышты құрайтын болады. Осы шырышты қабықтың қуысқа қараған бетінде, мінекей мына фотодан көрсеңіздер болады, біркелкі орналасатын жоғарыдан төмен қарай асқазан жолы немесе асқазан каналы деп аталатын қатпарлар, яғни дәл осындай канал түсе орналасады. Осы жерден сіздер жаңағы шырышты қабықшадан сонымен қатар фавиалия газ, осы препараттан одан есе үлкейткен кезде негізінен фавиалия гастрика деп аталатын, яғни асқазанның өзінің меншікті бездерінен бөлінетін секреттің шығатын шұңқыршаларын көруіңізге болады. Шырышты қабықшада негізінен жасушалар орналасады, негізі жасушалар, қосымша жасушалар және де жабушы жасушалар. Ол жасушалардың құрылысы жайлы, қызметі жайлы сіздер негізінен гистология курсында толығырақ танысатын боласыздар.
Келесі асқазанның шыршасты негізі туника субмукоза. Бұл шыршасты негізінде де негізінен мына жерде де қарасаңыздар болады. Туника субмукозаның негізінен қан тамырлар, нервтерге бай болып келеді, сонымен қатар лимфа тамырларына бай болады. Осы жердегі шыршасты негізі бұл также шырышты қабат сияқты қатпарлардың түзілуіне ықпал жасайды. Және сол қатпарлар арқылы асқазаннан тамақ жеңіл өтеді. 12 елшекке қарай. Келесі қабаты бұл бұлшық етті қабаты туника мускулярис. Туника мускулярис бойлық қабат бұлшық еттерінен, көлденең қабат бұлшық еттерінен және қиғаш қабат бұлшық еттерінен тұрады, 3 түрлі. Бірінші бойлық қабат бұлшық еттері стратум лонгитудиналия өңештің бойлық қабат бұлшық етінің тікелей жалғасы болып келеді. Кіші иінімен және үлкен иіннің аймағында көріп тұрғандарыңыздай бірдей орналасады. Келесі қабаты дөңгелек қабаты стратум циркуляри. Өңештің дөңгелек қабатының тікелей жалғасы болады. Және де мына ненің тұсында, пилорикалық бөліктің тұсында осы пилорикалық қысқыш мускулюс сфинктер пилориді түсуге қатысатын болады. Негізінен осы көлденең бұлшық еттің қызметі тамақты 12 елшекке қарай өткізу болып табылады. Асқазанның қиғаш бұлшық ет қабаты стратум обликум. Жүректік бөлігінің маңында ілмек тәрізденіп басталатын болады. Және де артқы қабырғасының бойымен төмен бағытта өтеді. Мына үлкен иіннің тұсында бір-бірімен өзара айқасып аяқталатын болады. Негізінен асқазанның мына кіші иіні мен үлкен иіннің арасын жақындату болып табылады негізгі қызметі. Және асқазанның сыртқы беті ол дәнекер тінді қабаттан тұрады. Асқазан жалпы іш астарымен, яғни перитониум висцералимен жабылатын болады, барлық жағымен жабылады, интраперитониальды, яғни барлық жағымен жабылып орналасады. Назарларыңызға рахмет.